Армысыздар, құрметті біздің оқырмандарымыз. Бүгін біз Наурызнама 10 күндігі аясында Тараз қаласының мәдениет және қолөнер саласын танысатын боламыз. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз ол Жамбыл облысы қолөнершілер одағының төрағасы Серік Ықыласұлы. Серік аға, жалпы Тараз қаласы ресми түрде дүниежүзілік қолөнершілер қаласы тізіміне енді. Осы мәртебені алу үшін жалпы бізде қандай жұмыстар атқарылды және де бұл біздің әдемі көне Таразымызға не береді? Біз енді сол дүниежүзілік тізімге кірмес бұрын біз 21 жылы осы ұжымды бірінші болып, кейін білсек Қазақстанда екен негізі. Облыс көлемінде біз аштық. Көптеген қиындықтардан өттік. Сөйтіп Жамбыл облысы қолөнершілер одағы деген одақты біз бірінші болып аштық осы Жамбыл облысында. Санаулы адамдар болды, қиыншылық болды көп, кедергілерден өттік деген сияқты ғой. Сонымен адамдар жиыстырып, критерияларын бәрін дұрыстап қойып, осы жоғалуға айналған, қазіргі таңда жақсы деңгейге жеткен шынайы қазақтың ұлттық дәстүрлі қолөнерін көтеру мақсатында болды негізі бәрі. Сонымен адамдарды жиыстырып бастадық. Бәрекелді. Қазір осы құрамымыздағы сол одақ мүшелерінің басым көпшілігі сол ардан келе жатқан, 17 жылдан бері келе жатқан шеберлер бәрі основном сол құрамдағы. Сол кісілерге көп рахмет, осындай дәрежеге жеттік қазір. Соның арқасында басқа да бізбен ұжымдар ашыла бастады бізден кейін, киіз бағытында, түрлі бағыттарда. Сөйтіп қазіргі заманда бізге тетелес 5 ұжым бар қазір. О, бәрекелді. Иә. Сол ұжымдардың қазір бізге берілген көрме залында жүрміз. Көз алдарыңызда 4-5 жылдың ішінде осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Бәрекелді. Соның арқасында киізді дамыту арқасында жаңағы дүниежүзілік шеберлер қаласының қатарына сол киізбен кірдік. Айдархан Қалиевті білесіздер, аспара. Сол кісінің көп көмегі болды сол бағытта. Сонымен 22 жылы біз кірдік сол ұйымға. Сол ашылуымыздың себебі, осылай жұмыс істеуіміздің себебі ғой деп білемін енді сондай. Сондай дәрежеге жетіп, сондай қалалардың қатарына кіргеніміз. Бәрекелді, шебердің қол алтын деп жатамыз. Өте керемет, мына жұмыстарымызды көріп бізде тәнті болып келе жатырмыз. Енді бүгін мынау мәдениет және ұлттық дәстүр күні ғой аға, салт дәстүрдің күні. Осы күн аясында қолөнершілер қауымы осы қала тұрғындары мен қонақтарына қандай да бір іс-шаралар, кездесулер өткізу жоспарлауда ма? Біз енді шеберлер түрлі қоғамдық жұмыстарға, жаңағы оқу орындары болсын, мектептер болсын, колледждар, университеттер болсын, басқа да ұйымдарға жаңағы шеберлік сабақтары дейміз ғой. Түрлі сондай шеберлік сабақтарын өткізіп тұрады. Ақылы қарастырылған жолдары да бар. Үйренем деген кісілерге үйрететін арнайы қай нені таңдайды, қай жолды таңдайды. Сол жолға үйрететін ақылы да бар. Ұсталарымыздың арасында өздері жеке өткізеді. Керек деген жерлердің бәріне тегін барып жаңағы солай өткіземіз. Бүгінде көрісу несіне амалға арналып жатқан алаңда жаңағы шеберлеріміз болады ол жерде де. Бәрекелді. Сондай іс-шаралардың бәріне атсалысып жүреміз ғой солай. Бәрекелді. Енді мынау осы Таразды біз тарихы мен тағылымы мол қала болғандықтан туристік орталық ретінде де дамытуда. Осы өзіміз көріп тұрғандай мынандай керемет қолөнер бұйымдарының, сувенирлердің жалпы маңызы өте зор деп білеміз. Осы бағытта жалпы шетелден жиі қонақтар келе ма, қызығушылықтары қандай, жалпы сатып ала алады ма бұл бұйымдарды? Мына соңғы жылдары туризмге жақсы ден қойылып, биыл қателеспесем туризм комитетінің бізде арнайы ашылды ғой деймін.
ашылды. Мхм. Айгүл Ақчалова болу керек басында отырған сол кісі. Мхм. Ол жақтарда да жоспарлар алға көптеген атқарылатын іс жобалар бір жылға шығарылды қазір. Сол бойынша ол кісілер жұмыс істеп жатыр бізбен параллельно. Одан кейін мынау президенттің тікелей өтініші бойынша Қазақстанда креативті индустрия дейміз ғой. Сол креативті индустрияға команда беріліп, қазір қор ашылып, бүкіл Қазақстан бойынша осы облыстарда, мегаполистерда шеберлер одақтарымен солардың санын алып, қазіргі таңда ұмытпасам 2400-ден аса ма қолөнер шебері тіркелді креативті индустрияға Қазақстан бойынша. Бізде қалыс қалған жоқпыз, бірінші болып сол қатарға кірдік. Қазір санын қазір мен енді анық айта алмаймын. Себебі жаңа 5 ұжымның қатарынан кіріп жатқандар көп. Басқа да ұйымдар бар, олармен де барлығын параллельно жұмыс істеп жатырмыз ғой. Біз қазір мысалы облыстық кәсіпкерлікке қараймыз, туризміміз бар, фонд развития даму дейміз. Ол кісілермен де МПО ретінде бүкіл жаңағы қандай бізбен жұмыс істегісі келетін кісілер, органдар бар, солардың бәріне біз есігімізді ашып, әрқашан жұмыс істеуге дайынбыз. Істеп те жатырмыз қазір. Бәрекелді. Барлық салада. Енді мынау қолөнерге деген сіздің ең алғашқы ыстық ықыласыңыз қай кезден бастап алады? Және де осы ата-бабадан бір қандай да дарыған қасиет па, әлде балалық шақтан бір үлкен арманыңыз ба? Енді мен ойлап тапқан жоқпын. Негізі қазақта айтады ғой, қанмен келеді, қанмен дариды деп. Менің де атам сол қазақтың қас шеберлерінің қатарында болған кісі. 41 жылғы Ұлы Отан соғысы басталғанда біреу білер, біреу білмес, осы СССР-дағы 15 республиканың құрамындағы ұсталарының бәріне бронь беріп, өкімет арнайы жаңағы указ шығарып, соғысқа жібермеген. Менің атам да сол құрамда болған. Сөйтіп, олар не жасады десеңіздер, соғысқа керек арба дейміз, жаңағы 2 аяқтысы бар, 4 аяқтысы бар, басқа да сол соғысқа керек нәрселердің бәрін осы ұсталар жасаған сол заманда. Сонымен вагондарға салып, керек жерлерін бәрін жіберіп отырған. Енді менде бір статистикалық есептері бар еді. Мысалы, сол заманда әйелдеріміз киім басты деген сияқты ғой, қолғап тікті, жылы киім тікті, мақта шалбар, мақта жаңа күпайка деген сияқты. Менің атам сол соғысқа мына арба бар ғой, снаряд тасыған шығар, азық-түлік тасыған болар, сондай арба жасаған соғыс заманында үйінде отырып. Енді оның да бір деректері бар. Күніне бір 3-4 арба шығарып отырған болу керек. Сол атамыз ұста болды өзімнің. Сосын өзімнің әжем, әкемнің шешесі. Ол кісі біраз жерге аты шыққан тігінші, мынандай сырмақшы, тоқымашы, кілемші. Бәрекелді. Көріп өте сондай қолынан бәрі келетін кісі болған. Ол кісінің өзін көзін көрдім, атамды көрген жоқпыз. Себебі ерте 44 жылы сол соғыстың зардаптары ауру сырқаудан 44 жасында өмірден өтіп кеткен. Бірақ әжемді көрдім. Ол кісіге мынандай ойларын ойып беріп, сол отыратынмын қасында. Бәрекелді. Әженің көрсеткен өнегесі сіздің осы қабілетіңіздің даруы түсуіне. Сондықтан енді менің қанымда бар деп айтсам болады, қай жағынан болса да. Біреулер айтып жатады ғой, мақтанып, менің әке жағымнан, шеше жағымнан, нағашы жағымнан деп. Менде барлық жағынан болып тұр енді. Бәрекелді аға. Керемет. Енді мынау сіздің осы қолөнердің түрі көп деп жатамыз ғой. Соның арасындағы ең жүрегіңізге жақыны қайсысы және не себепті? Маған негізі қазақтың әрден келе жатқан мыңдаған жылдар қалмай бүгінгі күнге жетіп жатқан уақытпен дәлелденген қолданбалы өнердің бәрін айтты негізі. Бәрін жасағым келеді, бәрін көргім келеді.
қолымыздан келгенше бала кезімізден жасап та көрдік. Енді шит оқыдық, крем тоқыдық, киіз бастық деген сияқтының бәрін біз өттік қой, кесте тіктік. Бізде мектепте сабақ болды даже, кесте сабағы бастауыш. Соның бәрін көріп, жаймен өстік қой енді біз. Ол заманда қолынан бір іс келмейтін бала болған жоқ қой. Бәрі әйтеуір бір ер тоқымды ұра салып, тоқымын жасай салып, жүгенін жасай салып жүрген, солай өстік қой енді. Ал алғашқы туындыңыз есіңізде ма? Осы не жасап бастаған едіңіз? Сол ауылда арқан өріп, арқан жасап, ноқта дегендерден басталған шығар деп ойлаймын. Бір есімізге сақталып та қалған, алып баратқан ештеңе жоқ. Қамшы өрдік, әйтеуір түрлі ауылдағы сол заманға байланысты 70-ші жылдардағы қандай бір нелер болса, соның бәрін жасадық қой енді. Бәрекелді. Мінекей мына өте әдемі, біздің жалпы қолөнердің барлығын көріп отырып, бізде қызығушылық арта түсуде. Жалпы енді қазақта шебердің қолы ортақ деген керемет сөз бар ғой осы. Сіздің енді шығармашылығыңызға қарай үңілсек, жалпы осы бір бұйымды жасап шығару үшін қанша уақыт кетеді аға? Мен енді жеке өз басыма келсем, қазір айналысып жүрген жұмысым тікелей қазақтың саз аспаптары, музыкалық аспаптары, оның ішінде домбыра, қобыз дейміз. Сондай дауылпаз деген сияқты нәрселер ғой. Сұранысқа байланысты қазір қобызды көбірек істеп жүрмін. Себебі сұраныс бізде бар да, бізде колледждар, музыкалық Абай атындағы педагогикалық сол жерде қобыз классы бар. Сосын жеке музыкалық орталықтар ашқан кісілер бар, қобыз классы бойынша. Соңғы жылдар енді қобыз жақсы көтеріліп жатыр ғой, деңгейі домбырамен қатарласып. Сол сұранысқа байланысты, сол қобыз көп сұраныс, содан кейін басқа нелермен араласу уақыт жеткізбейді. Сол қобызды пока деңгейде ұстап тұру керек болып тұр да. Тамаша, сізге табыс тілейміз. Ал енді осына шынайы шебер болу үшін қандай қасиеттер болуы тиіс адамның бойында? Шебер болу үшін жаңағы қандай қасиеттер болады дейтін болсаңыз, енді біріншіден мінез керек шығар. Оғанда қайтпас қайсар мінез керек. Төзім керек. Төзім керек. Себебі таң атқаннан кеш батқанға дейін суыңды ішіп, тамақты да ұмытып, сондай бір сәттер болады. Таң атқанын бірге көресің, кеш батқан кезде ойбой уақыт болыпты ғой дейтін кездерде болады. Себебі жұмыстың жасалу барысы, шабытыңызға байланысты уақытпен санаспайтын кездер болады. Соның бәріне төзу керек, денсаулықта болу керек деген сияқты ғой. Көзде жақсы көріп, басты істеп тұру керек. Себебі қателікті кешірмейтін нәрселер бар да бұл қолөнерде де. Оның ішінде әсіресе музыкалық аспаптарда миллиметрмен есептелінетін нәрселер бар. Иә, дұрыс, оныңыз рас. Енді мынау өнер жолы төзім керек шығар. Дұрыс. Ал енді мынау өнер жолына қарата қадам басқысы келіп жүрген біздің жастарымыз экранның арғы жағында өте көп деп ойлаймын. Оларға айтатын қандай да бір сіздің ағалық тілегіңіз немесе қандай да бір айтатын ағалық кеңесіңіз болса? Енді жастарға айтып та жүрміз ғой. Өзі бір уақыттың сұранысына байланысты жүретін дүниелер болады, жүрмейтін дүниелер болады. Мысалы 90-шы жылдардан бері, қиын замандар басталғаннан бері осы қолөнер тастамай өзіне серік еткен бізде біраз кісілер бар. Жастар уже былай-ақ білуге болады ғой есептеп. 60-тың ар жақ бер жағында өткендері бар. Сондай қиындықпен жүріп, сол өнерін тастамай, бүгінге абыроймен жеткен кісілер көп бізде. Сол кісілер де мысалы ешқандай жақсылық жасамай оларға өздерінің аяғымен осы бүкіл Қазақстанды аралап, баратын жерлеріне барып, сататындарын сатып, сондай қиыншылықтан өтті да. Соның қасында қазір жастарға айтарым, міне, Құдайға шүкір, бүгінге жаймен әйтеуір бүкіл
жағдайлар жасалып жатыр ғой. Иә. Куршотпен ауыз сүрте бергенде болмайтын шығар енді. Мгм. Жақсы. Оның үстіне біз жаңағы Шеберлер қаласына өткеннен кейінгі жасалып жатқан бізге айтып өттім ғой жаңағы. Бүкіл жаңағы атқарушы органдармен тікелей жұмыс бізбен қазір жасалып жатыр. Қолдарынан келгенше көмектерін беріп жатыр. Оны да айтып кету керек. Сондықтан жастарға қазір бұрынғыдай қашудың қажеті жоқ шығар. Келіп, үйреніп, осы бағыттардың бәрін меңгеріп, себебі арыда бұл дәстүрді жалғастыру керек қой біреуге әйтеуір. Жоқ емес, бар, бірақ аз да әлі. Азырақ іздеу керек, олар тарту керек, қызықтыру керек. Солай жайлап қана жұмыс істеліп жатыр да. Бұлай массовы. Жоқ, енді оны бір көтеретін жолдарын айтып келе жатырмыз әлі. Қазір енді болашақ мектептерде бәрінде сол қолөнер сабақтарын өтетіндей жағдай жасалып басталып жатыр ғой енді қазір. Ары қарай жақсы болып кетер мүмкін. Енді бәріміз жақсы білеміз ғой әйтеуір. Кез келген нәрсе іргетастан қаланады, ол іргетас бастауыш мектептен басталып, содан кейін жоғарылап, арнайы мектептерде, арнайы өнер мектептері ашылатын болар мүмкін, болашақ үмітіміз бар. Солай жаңағы сатымен келсе, жастарымыз әлі тартылады деген ойдамын мен негізі. Дұрыс айтасыз, соған үміттенеміз. Себебі мыңдаған жылдарды басып келген өнеріміз әлі де мыңдаған жылдар алға жүру тиіс деп ойлаймын өзім. Сол үшін жұмыс жасалып жатыр ғой. Өте тамаша. Аманат. Иә, дұрыс айтасыз. Енді Серік аға, бүгінгі мынау өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін, ізгі ойларыңызбен, жоспарларыңызбен және де нағыз өзіңіздің ісіңіздің білгір маманы, хас шебері ретінде мынау тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Сіздердің жалпы қолдарыңыз алтын ғой. Сол себепті шығармашылық жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Біздің осы ата-бабамыздан келе жатқан кәсіпті жалғастыруда сіздеріңіз берекеге толы болсын деп тілек білдіреміз. Мен рахмет. Сіздерге де рахмет. Осы өнерді таныстыру жолында телевидение болсын, басқа ұжымдар болсын, бізбен тікелей араласып, осылай сіздер сияқты жұмыс жасап жатыр. Бәріне құшағымыз ашық. Келіңіздер, көріңіздер, бірге жүрейік, бірге жұмыс жасайық. Рахмет. Рахмет сіздерге. Рахмет көп аға.